Әңгімені бастамас бұрын менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Егер әңгімем ұнаған болса, лайк басып, өз ой-пікірлеріңізді қалдырыңыздар. 2021 жылдың жаз айы болатын. Аида 2-ші курсты бітіріп, дәріханаға практикаға келді. Келгеннен аяқ-қолы жылдам. Ақ көңіл Аида пысықтығымен жетекшісі Гуля апайдың көзіне түсті. Күнде бақылап жүрген жетекші апайы Гуля, Аидадан жасың нешеде, жігітің бар ма, тұрмысқа шығуға дайынсың ба деп көп сұрақтың астына алатын болды. Ол уақытта Аиданың ойында оқудан басқа ештеңе жоқ еді. Жоқ, мен әлі жаспын. Мен әлі оқуымды бітіріп, жұмыс жасауым керек дейтін. Қанша жоқ десе де, Гуля апай Аидаға өзінің жиен інісін айта берді. Жасы Аидадан 6 жасқа үлкен екен. Менің інім бар, өзі жақсы жігіт, көрші ауылда тұрады. Отбасы да өте жақсы, танысып көр дейтін. Бірақ Аида, мен қазір тұрмысқа шығуға дайын емеспін, әлі жаспын. Оқуымды аяқтауым керек. Өзі де үлкен жігіт екен. Үйленетін болса, өзіне лайықтысын тапсын. Мен таныспаймын деп қарсылық білдіріп жүрді. Бірақ онымен тоқтаған Гуля апай жоқ. Русланға Аиданың нөмірін беріп, ақыры таныстырып жіберді. Басында сымтетік арқылы хабарласып жүрген Руслан Аиданы сыртына бір көріп кетпекші болды. Жұмысына іздеп келіп, сыртынан бақылап отырды. Кешкісін жұмыстан шыққан Аиданы көргенде, қыздың бар болмысын ұнатып қалды. Содан бері күнде хабарласып жүретін болды. Бір күні Аиданы жұмысына іздеп келді. Кешке дейін күтіп отырып, үйіне дейін шығарып салды. Руслан өте салмақты, сымбатты жігіт екен. Сол күні машинеде отырып, кішкене сөйлесті. Оның сөйлеген сөзі барлығы салмақты түрде еді. Сол кездегі Русланның көзқарасы ерекше еді. Аидадан еш көзін ала алмай қарап отырды. Нағыз махаббатқа толы көздер. Керемет қой шіркін. Міне, содан бері күнде кешкісін Аиданы күтіп алып, жұмысынан шығарып салып жүретін. Әлі сол махаббат көздерін еш бұрмай қарап отыратын. Осы махаббатты сезді ме, Аиданың да оған деген ғашықтық сезімі ояна берді. Күнде бір-бірін көрмесе, тұра алмастай болды. Үйіне шығарып салып, артынан қайта хабарласып. Екеуі көзі ұйқыға кеткенше сөйлесетін болды. Осылай жүргендеріне де 1 ай болды. Енді Руслан үйлену жөнінде айта бастады. Ертерек Аиданың өзіне жар еткісі келіп, бақытты өмір сүргісі келді. Алайда Аида әлі ерте, үйдегі ата-анам рұқсат етпейді. Оқуымды аяқтап алайын дейтін. Руслан онысына да көніп, жарайды деп тағы жүрді. Бірақ арасында қайта үйлену туралы сөз қозғап қоятын. Өйткені сол уақытта Русланның әкесінің жүрегі ауырып жүрген болатын. Ертерек келін әкелсең, сенің жарыңды көріп кетсем деген сөзді көп айтатын болды. Соңғы уақытта ауруы үдеп, күнде ұлына ескертумен болды. Әкесінің сөзін екейтпейін деп Руслан Аидамен қайтадан үйлену туралы сөз қозғады. Ол уақытта Аиданың практика уақыты біткен кезі. Барлығын айтып, әкесінің ауырғанын. Ертерек үйлену керек екенін түсіндіріп айтады. Алып қаш десең, оны айт. Болмаса, ертерек сырға салып, құда түсіп алып кетейін. Ата-анаңа айтып, ақылдасып, бір шешімін айтарсың деді. Үйіне келген Аида, анасымен отырып, Русланды жақсы көретінін, және тұрмыс құрғысы келетінін айтты. Оның үстіне, Русланның әкесінің жағдайын айтып, рұқсатын сұрады. Анасы қызына қарсы келмеді. Егер ұнатсаң, мен қарсы емеспін. Тек әкең мен ағаңа айтып көрейін деді. Сол күні анасы барлық жағдайды Аиданың әкесі мен ағасына түсіндірді. Әкесі жарайды. Егер өзің қаласаң, рұқсат етеміз деп ұзататынын айтты. Алайда әкесі келіскенімен ағасы ашуланып шықты. Ерте шығып не істейді? Тұрмысқа шықпайды. Әлі жас, оқуын оқып бітіріп алсын. Сосын ұзатамыз деп айтқанынан қайтпады. Аида ағасының көңілін қалдырғысы келмеді. Мүмкін, ағамның айтқаны дұрыс шығар. Әлі жаспын, оқуымды бітірейін, сосын шығармын деп те ойлады. Жауабын тағатсыздана күтіп жүрген Русланға хабарласып, ағасының қарсы екенін айтты. Мен әлі тұрмыс құруға дайын емеспін. Жаспын. Оқуым керек. Күтетін болсаң, оқу бітіргенше күтесің дейді. Русланның қанша бақытты етемін. Маған тұрмысқа шыққаныңа өкінбейсің. Алақанымды аялап өтемін деп қанша айтқанымен, Аида айтқан сөзінен қайтпады. Егер мені күте алмасаң, ара қатынасымызды үземін. Дәл қазір қанша айтсаң да, тұрмысқа шықпаймын. Егер үйленемін десең, басқа қызды ал деп тұтқаны қоя салды.
нөмірінің барлығын бұғаттап тастады. Сол күннің ертесіне ойламаған жерден Аида туыстарымен тауға шығып кетті. Сонда қыдырып, арты туған күнге ұласып кетті. Ол уақытта Аиданың Русланды ойлауға уақыты болмады. Туыстарымен уақытты керемет өткізіп жатқан еді. Үйіне қайтқан Аида енді Русланды іздей бастады. Өйткені күнде хабарласып тұратын Русланға бауыр басып қалған еді. Шыдай алмай нөмірін бұғаттан шығарып, түнгі 12-лер шамасында қоңырау шалды. Руслан қоңырауды ала қоймады. Таңертеңгісін ерте қоңырау соғылды. Қараса, Руслан екен. Тұтқаны көтеріп, Русланмен сөйлесті. Әкесінің қайтқанын, керек жарағын алу үшін базарда жүргенін айтты. Мұны естіген Аиданың көңілі бір пәсте түсіп кетті. Ішінде мұндай боларын білгенде, тұрмысқа шығып, әкесінің ақ батасын алу керек педі деген ой болды. Ол ойын «мен үйлендім» деген сөзі бұзып жіберді. Аиданың төбесіне біреу мұздай су құйып жібергенде кейіпте қалды. Не айтарын білмей, бақытты бол деп тұтқаны ертерек қойып қойды. Сол уақытта өзінің Русланды қалай жақсы көретінін түсінді. Ішін өртеп бара жатқан өкініш сыртқа жас болып шыға берді. Неге деген сұрақ тұрды. Неге тұрмысқа шыға салмадым екен? Неге өз бақытыма балта шаптым екен? Неге өз сүйгенімнен осылай айырылып қалдым екен? Неге деген күйде жерге отыра қалып, әбден ішіндегі өкінішін айтып жылады. Содан бері 2 апта уақыт өтті. Аида әлі жылауын тоқтатар емес. Оңаша қалса, Русланмен бірге жүрген кезі барлығы көз алдына келе беретін. Күйзеліске түсіп, өз-өзін ұстай алмай, көзінен моншақтап жасаға беретін болды. Арада уақыт өтіп, Аиданы бұрынғы дәріхана жұмысқа шақырды. Барлық күйзелісті жұмыс деп ұмытармын деген Аида келісімін берді. Жұмысқа шыққаннан Гүля апайы Русланның қалай үйленгенін барлығын айтып берді. Әкесі қатты нашарлап жатқан соң, соңғы тілегі келінді көру болды. Келіннің қолынан шай ішіп, армансыз кеткісі келді. Руслан әкесінің сөзіне кетпей, соңғы арман тілегін орындағысы келіп, жарайды, үйленемін. Келіннің қолынан шай ішесіз. Уайымдамаңыз әке деп, уәде беріп сенің үйіңе қарай шығып кетіпті. Үй жағында неше уақыт күткені белгісіз. Сенімен хабарласа алмаған соң, амал жоқ кері қайтты. Өз әкесіне уәде беріп кеткен. Қалай да болса бүгін келін апару керек. Берген уәдесін орындау үшін көп қыздың біреуін апара салды. Руслан келін апарған соң, әкесі 2 күннен кейін қайтты дейді. Мұны естіген Аида тағы қиналды. Әлі де ішін өртеп бара жатқан өкініш. Бірақ болар іс болды. Бояуы сіңді. Қолдан келер ештеңе жоқ. Бақыт тілегеннен басқа ештеңе айтпады. Өзінің өкінішін Гүля апайға білдірмеді. Уақыт өте берді. Аида өзін жұмыспен алдап жүрді. Бірақ онысын қайта соғылған қоңырау бұзды. Соңғы уақытта жасырын нөмір күнде хабарласатын болды. Тұтқаны көтеріп, алло деп жатқанымен ешкім үндемейді. Бірақ жүрегі сезіпті Руслан екенін. Осы жағдай күнде қайталанатын болды. Бір күні енді жұмыстан келгені сол, тағы жасырын нөмір хабарласты. Тұтқаны көтерген Аида, Руслан, сенбісің дейді. Расында да жүрегі алдамапты. Руслан екен. Жағдайын білмек болып хабарласқан екен. Жақсысың ба? Денсаулығың қалай дейді. Ең болмағанда даусыңды естігім келді. Үйлендім, бірақ келіншегімді ұнатпаймын. Әлі де сені ұмыталар емеспін. Тек сені сүйемін, әттең. Сол кезде маған тұрмысқа шыққаныңда осының бірі де болмас еді. Екеуміз екі жақта жүрмес едік. Бақытты болар едік деп жан сырын ақтарды. Шыдай алмаған Аида одан әрі сөзін тыңдап тұра алмайтынын білді. Көзінен мөлдіреп жас шыға бергені. Болды, енді хабарласпа. Мүмкін бұйрық болмаған шығар. Енді отбасылы адамсың. Отбасыңды, келіншегіңді ойла деп тұтқаны тастай салды. Отыра қалып қайта жылады. Көз алдына Русланның еркелеткені, шынайы махаббат көздерімен қарағаны. Артық қылық жасамай, тек көзіне қарап отырып, Аиданы тыңдап отыратыны бәрі көз алдына келе берді. Өзінің сол кезде нағыз махаббатынан айырылғанын сезді. Бәрі кеш, бәрі бітті. Міне, содан бері жыл өтті. Аида Русланнан кейін ешкіммен сөйлеспеді. Әлі де өкінішпен өмір сүріп жатыр. Ешкімді тыңдамай, қолынан ұстап кете бермеді екен деген ой мазалап жүр. Ал Русланға келсек,
Гүл апайдан естуі бойынша, Русланның тойы дүркіреп өтіпті. Келіншегі жүкті болып, жақында босанып алыпты.